Емізулі анаға қандай тамақтар жеуге болады? Мен Аслым Қасенқызы, педиатр. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздің рационыңызда жемістер, көкөністер, бұршақ тұқымдастар, орех өнімдері, ет, балық, жұмыртқа, пастерленбеген майлылығы аз сүт өнімдері, тіпті орташа қуырылған стейк те болуы қажет. Ал құрамында сынабы көп балық өнімдері көп адамдарға қауіпсіз, тек емізулі аналарда баланың жүйке жүйесіне кері әсерін тигізуі мүмкін. Ондай балықтарға скумбрия, шортан, марлин және қылыш балығы жатады. Ал сынабы аз балықтарға асшаян, тунец, ментай, сом және лосось жатады. Сізге тіпті күніне 2-3 кесе кофе де ішуге болады. Бірақ кейбір балалар кофеинге сезімтал болып келеді. Балада ұйқысыздық болады, мазасыздану болады. Ол сезімталдық балада 3-5 айға таман кетеді. Сондықтан да балаңыз 3-5 айға толған кезде сізге кофе ішуге болады. Және де рационыңыздан аллергендерді алып тастамаңыз. Себебі, егер сіз балада аллергия болады деп қорқып, аллергендерді жемейтін болсаңыз, керісінше балаңызда сол аллергендерге аллергия пайда болып кетуі мүмкін. Яғни сіздің сүтіңіздің азаюына сіздің тамақтануыңыз емес, сіздің эмоционалды жағдайыңыз әсер етеді. Ұйқысыздық, тез шаршау, депрессия, стресс болатын болса, балаңыздан бөлек болатын болсаңыз, темекі шегетін болсаңыз, немесе коктарды қолданатын болсаңыз, сол жағдайда ғана сіздің сүтіңіз азайып қалуы мүмкін. Сондықтан да сүтті шай ішу, сорпа ішу, сол арқылы сүтті көбейту деген ол миф. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Менің каналымда пайдалы лайфхактар өте көп.